мынау арғы үлкен көше Әл-Фараби көшесі. Осы ғимараттың артында, әкімшіліктің ар жағында менің қызым жұмыс істейді, жұмыс орны сол жақта. Мен қазір мына қаңтар оқиғасында қайтыс болған біздің жастарға тағзым жасап, ескерткіш салып, соны түсірейін деп жатырмын. Керемет мемориал салыпты мына жақта. Сендерге көрсін деп жатырмын, достар. Бұл Алматының бір ең көркем, ең әдемі, тамаша жерінің бірі. Бостандыққа апаратын жалғыз жол ұлттық ынтымаққа деп жазылған. Міне, дегенде шіркін дүние. Керемет қып салыпты. Мен көптен бері болмадым, үйден шығып келгенге уақытында болмайды осында. Бұқар жыраудың сөзі: жақында бажал тұрса да, жанына қылыш ұрса да, үмітін жоймас адамзат дейді. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос. Абай. Бостандыққа апаратын жалғыз жол ұлттық ынтымаққа. Әлихан Бөкейхановтың жазғаны. Мына жақта Ильяс Жансүгіровтің жазған сөзі: бұл күнде елім азат, жерім абат, заманды көрді қашан қазақ мұндай, айтама дені дұрыс адам ұлы, жетті деп бұл дәуірге қазақ оңай. Ильяс Жансүгіров. Қасым Аманжолов. Сенде тудым, сенде өстім мен, сенде өлсем, арманым жоқ бұл дүниеде дер едім. Уа дариға, алтын бесік туған жер, қадіріңді келсем білмей кеше көр. Қасым Аманжоловтың жазған керемет жолдары. Мынау Жұбан Молдағалиевтің жазғаны: мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген, жерге күнде таныстың мұң тілімен, жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түн түрілген. Керемет жолдар. Мынау осында керемет мемориал ашыпты қаңтар оқиғасындағы қатысқандарға. Мынау фонтан, арғы жағы Әл-Фараби көшесі. Біз жиі келетінбіз. Қазір мен балалармен шыға алмаймын, артық, бірақ келуге тырысамыз. Арғы сол жағында Фурманов көшесінде Қазақстанның тарихи музейі бар. Балалар ойнап жүрмерде. Солай, достар, еліміз, қазақ еліміз бейбіт заманда егемендігін жоғалтпай, байрағымыз биіктен желбіресін. Бүгінгі балалардың қорғау күнінде осы балаларымыздың болашағы, немерелеріміздің жарқын болып, аман есен солардың қызығын, қуанышын көріп жүре берейік. Аман болыңдар барлықтарың. Мына, мынандай керемет